Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз екінші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Яғни былайша айтқанда ТЖБ тапсырмалары. Балалар, естеріңізде болса, мен өткен видеода бірінші нұсқасын салған болатынмын. Енді қазір мен сіздерді екінші нұсқамен таныстыратын боламын. Балалар, әрине, бұл 90-дық жиынтық бағалау болғандықтан тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым барлығы қамтылады. Сондықтан мұқият тыңдап, біліп алыңыздар. Олай болса бастаймыз. Мәтінді тыңда. Астананы көру Гүлзаттың арманы болатын. Ата-анасы жазда Астанаға апаруды жоспарлап та қойған. Міне, жазғы демалыста басталды. Шілде айының ортасында олар отбасымен бас қалаға жол тартты. Астанаға пойызбен келді. Жазғы Астана өте әдемі екен. Көшелері түрлі гүлдерге толы. Биік ағаштар жайқалып тұр. Қаланың көшелері таза, кең. Әдемі ғимараттар көп. Қаланың ортасын Есіл өзені бөліп жатыр. Астана үлкен әрі көрікті қала екен. Гүлзатқа Астана қаласы қатты ұнады. Ол жақсы демалып қайтты. Балалар, енді осы мәтінге сүйеніп, жазғы демалыс тақырыбында әңгіме құрастырып айт. Берілген тірек сөздерді пайдалан. Бізде берілген тірек сөздер ол жазғы демалыс, арман, Астана, үлкен, әдемі, таза, кең ғимараттар, өзен, жақсы демалу. Біз енді осы тірек сөздерді пайдалана отырып, жазғы демалыс тақырыбына әңгіме құрастырып көрейік. Гүлзаттың арманы Астананы көру еді. Жазғы демалыста ата-анасымен бірге пойызбен жол тартты. Астана өте үлкен қала екен. Көшелері кең, таза. Қалада үлкен ғимараттар бар. Қаланы Есіл өзені бөліп жатыр. Гүлзатқа Астана қаласы ұнады. Ол жақсы демалып қайтты. Міне дәл осылай, осы тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрасаңыздар болады. Келесі оқылым. Мәтінді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. Жазғы демалыс басталды. Ерзат атасы мен әжесінің үйіне келді. Олар Қарашілік ауылында тұрады. Балтабай атасы ауыл ақсақалы. Ол көп өлең жырларды жатқа біледі. Әжесі Шәкізат сырмақ тігеді. Ерзат күні бойы атасымен бақты аралады. Бақтағы алмалар қып-қызыл. Атасы алманың пайдасы жайлы ұзақ әңгімеледі. Енді сұрақтарға жауап береміз. Ерзаттың ата-әжесі кімдер? Жас. Яғни ата-әжесі бұл жерде Балтабай атасы, ауыл ақсақалы, ол көп өлең жырларды жатқа біледі, ал әжесі Шәкизат, ол сырмақ тігеді. Не осылай жауап жасаңыздар болады. Келесі екінші сұрақ. Ерзат алманың пайдасы туралы түсінді деп ойлайсың ба? Мына белгімен белгіле. Түсінді немесе жай тыңдады. Әрине, ол түсінді. Келесі үшінші сұрақ. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды белгіле. Еңбек етсең емерсің, бабалар еккен шынарды балалар саялайды. Яғни бабалар еккен шынарды балалар саялайды деген мақал мәтіннің мазмұнына сәйкес келеді. Келесі төртінші сұрақ. Мәтіннен дара және күрделі сын есімдерді тап дейді. Яғни бұл жерде дара сын есім ол жазғы, күрделі сын есім қып-қызыл. Яғни бізде сын есімнің сұрағы қандай деген сұрақтарға жауап береді, балалар. Келесі соңғы жазылым тапсырмасы. Бұл жерде екі сурет берілген. Берілген суреттің біреуін таңдаймыз. Мына берілген сызбаға сүйеніп, сурет бойынша әңгімелеу мәтінін құрастырып жазамыз. Сызба міне бізде оқиға неден басталды, әрі қарай не болды, оқиға қалай аяқталды деп аталады. Енді міне бірінші сурет бойынша осы сызбаға сүйене отырып, мәтін құрастырып жазып көрейік. Жазда әкем екеуміз балық аулауға бардық. Әкем өзенге қармақ салды. Ол 5 балық ұстады. Балықтарды шелекке салып қойды. Мен өз қармағыммен шелектегі балықтарды аулауға кірістім. Әкем менің ісіме қарап күлді. Біздің демалысымыз жақсы өтті. Ал енді келесі екінші сурет бойынша мәтін құрастырып көрейік. Қыздар орманға жидек теруге келді. Маржан мен Ғалия жидегі көп жерге кездесті. Айқайлап басқа қыздарды шақырды. Олар жидек терді. Гүлден тәж жасады. Үйлеріне көңілді оралды. Балалар, міне
бізде бүгін осымен 2-ші тоқсанға арналған, төртінші тоқсанға арналған 2-ші сыныптың тжб-сы аяқталады. Көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыз.